Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Қарасай ауданы Ушинский атындағы орта мектептің химия пәнінің мұғалімі Байғабыл Ғайни. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қышқылдар. Сабақтың тағы оқу мақсатымыз біздің бүгінгі сабақта қышқылдардың жіктелуін білеміз, қасиеттерін білеміз, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеуін құрастыра аламыз. Ал бүгінгі сабақта біз оқушылардың функционалдық сауаттылығына негізделген тапсырмалар орындай аламыз. Балалар, енді мына тапсырманы мұқият тыңдап көрейік. Суретте қышқылды жаңбырдан бөлінген мүсін көрсетілген. Қышқыл жауын шашынның түсуі атмосферадағы күкірт оксидтері мен азот оксидтерінің болуынан антропогендік ластану дейді. Табиғатта ауадағы азот молекуласы оксиді табиғи процестер жағдайында найзағай, күн күркіреу, тағы басқа және топырақтың нитрофикациялануын орман өрттері негізінде байқалады. Қышқыл жауын шашын нормадан тыс мөлшерде болу салдарынан балықсыз көлдер, орман алқаптарының қурап жойылуы, ағаштардың өспей солып қалуы сияқты жайсыз жағдайлар болады. Ауыл шаруашылығының өсімдіктерінің өнімдерінің кемуі топырақтың құнарсыздығына алып келеді. Қышқылды жауын шашын су экожүйелеріне, өсімдіктерге, архитектура ескерткіштеріне, ғимараттарға зиянын тигізеді. Мында суретті қарап отырсыңдар, балалар, және қышқылды жаңбырдың әсерінен мүсіннің бүлінгенін көріп отырсыңдар. Сұрақ: ауадағы қышқылды жауын шашын туғызатын азот оксиді мен күкірт оксиді қайдан түседі деп ойлайсыңдар? Жауап нұсқалары: тау жұмыстарын өндіруден, атом электростанциясынан, автокөліктердің түтіннен шығады. Ал балалар, ойластырып қарап көрейік. Жауаптарыңды негіздеп маған түсіндіріп көрсетіңдер. Жауап нұсқасы: әрине, ол автокөліктерден шығатын түтіннен. Біз алдындағы сабақтарда айтып өттік. Автокөліктер жанармаймен жанған кезде ауаға автокөліктердің жанармайдың жануынан көміртегі диоксиді, күкірттің диоксиді және азот оксидері түседі де жылыжай эффектілері пайда болатындығы туралы айтылған болатынымызды. Осы автокөліктерден түсетін көмір қышқыл газы, көміртек диоксиді немесе күкірт диоксиді, азот оксидтері ауадағы судың буымен қосылып қышқыл түзеді. Ол қышқылды жаңбыр болып жерге түседі. Балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Екінші тапсырма: сірке қышқылына батырылғанға дейін мәрмәрдің бөлігінің салмағы 2 грамм болған. Мәрмәр бөлігін сірке қышқылына салып, 1 тәулікке қалдырады. Келесі күні мәрмәрді алып кептіріп өлшейді. Мәрмәрдің массасы қалай өзгереді? 2 граммнан аз 2 грамм 2 мен 2,4 грамм аралығында немесе 2,4 граммнан көп. Ал жауаптарыңды нақты дәлелмен айтып түсіндіріңдер. Әрине балалар, жауабы бұл сұрақтың 2 граммнан аз. Себебі біз жаңа алдыңғы бірінші тапсырмада айтылып өтті. Мәрмәр мүсіндер қышқылды жаңбырдың әсерінен бүлінеді. Яғни бұл жерде сірке қышқылы, бұл да қышқыл. Сондықтан мәрмәр және мәрмәр мүсін сияқты бұл мәрмәрдің бір кесегі сірке қышқылына салынып 1 тәулікке қалдырылғанда, оның құрамындағы мәрмәрдің құрамына кіретін карбонаттар, олар сірке қышқылмен әсер етті. Олардың салмағы, мәрмәр бөлігінің салмағы 2 граммнан аз болды. Сұрақтарыңды дәлелді жауаппен дәлелдегендеріңе рахмет. Келесі, үшінші тапсырмаға қарап көріңдер. Карбонаттар қышқылдармен қосылғанда көмір қышқыл газы бөлінеді. Бұл өдірісті тұрмыста нан ашыту процесіне де қолдануға болады. Нан содасының құрамында карбонаттар бар. Оқушы бәліш пісіру үшін нан содасын алды. Соданы сөндіруге үйде сірке қышқылының жоқ екенін байқады. Оқушы сірке қышқылының орнына қандай затты пайдалана алады? Жауаптарыңды дәлелдеп көріңдер. Ал балалар, ойланып көріңдерші. Бізде табиғи қышқылдар бар.
біз табиғи қышқылдарды өткенбіз. Үйде бала сірке қышқылы жоқ болғанда қандай табиғи қышқылды пайдалана алады? Әрине, дұрыс айтасыңдар, бұл лимон қышқылы. Лимон қышқылын алса да болады, немесе таза лимонды алып, оның шырынын сығып алып, соныменен ас содасын сөндіріп пайдалануға да болады. Балалар, осы функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырмаларды орындап, қазір мен беретін тапсырмаларды да өз беттерімен орындауға тырысыңдар. Сау болыңдар.